Сәлем құрметті оқырман, біз бүгін асқабақтан пирог жасаймыз. Осылай пирог жасаймыз. Бізге келіп, қосуды ұмытпаңыз. Бізге керегі асқабақ, картошка және пияз. Осыларды турасаңыздар да болады, осылай блендерден өткізсеңіздер де болады, қалауыңызға қарай. Осылай зуаланы алдын ала осылай дайындап қоямыз. Одан кейін салмамызды дайындап аламыз. Одан кейін бір зуаланы алып осылай салып аламыз. Одан кейін салмамызды үстіне саламыз. Кәдімгі нанға ашытқан қамыр бола береді. Үстіне осылай екінші зуаламызды қойып, осылай біріктіріп шығамыз. Осылай біріктіріп шыққаннан кейін үстіне пышақпен тесіп шығамыз. Одан кейін үстіне жұмыртқа жағамыз. Осылай жұмыртқа жағып одан кейін дайын. Міне пирогымыз дайын болды. Ас болсын.